Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып әдебиеттік оқу пәні 93 сабақ нені үйрендім? Яғни балалар өткен сабақтарды қорытындылайтын боламыз. Бірінші тапсырма су тіршілік көзі дегенді қалай түсінесің? Оқыған мәтіндеріңе сүйеніп жауап бер. Су тіршілік көзі. Сусыз тіршілік жоқ. Себебі адам сусыз 3 күннен артық өмір сүре алмайды. Себебі бастың ми жасушасының 85% су. Ал су болмаса адам миы істемейді. Себебі өсімдіктер сусыз тіршілік ете алмайды. Ал табиғатта бәрі бір-бірімен байланысты, балалар? Себебі жануарлар сусыз өмір сүре алмайды. Себебі жер шарының 4-тен 3 бөлігі судан тұрады. Ал су болмаса жер тартылып, су тартылса егін еге алмаймыз. Екінші тапсырма суға қатысты 5 мақал-мәтелді жатқа айт. Су тіршілік көзі. Судың да сұрауы бар. Сыйлап берсе, суын іш. Ағын су бал татыр, ақ шабағы май татыр. Ағын су жолын табады, ақ адам оңын табады деген сияқты балалар 5 мақал-мәтелді жатқа айтуларыңа болады. Үшінші тапсырма суға қатысты қандай тыйым сөздерді білесің? Суды босқа төкпе, суға түкірме, суды ластама деген сияқты тыйым сөздер бар, балалар? Төртінші тапсырма шешуі су болатын жұмбақ құрастыр. Жылт-жылт етеді, жылғалардан өтеді. Жұмбақтың шешуі су. Сылқ-сылқ күледі, аяғы жоқ жүреді. Жұмбақтың шешуі су. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек барша тірлік қурайды. Жұмбақтың шешуі су. Жарнама ақпаратты тиімді бағытта тарату. Жарнамада аталған мәселенің маңызы, қызметі, құндылығы көрсетіледі. Жарнама жазуда суреттерді де кеңінен пайдалануға болады. Бесінші тапсырма берілген тақырыптар бойынша жарнама мәтіндерін құрастырыңдар және жарнамалаңдар. Су тіршілік көзі, жаңбырдың пайдасы, бұлақтың пайдасы, өзен көлдің пайдасы, суды қорғау мен үнемдеу деген тақырыптар берілген екен балалар. Осы тақырыптарға шағын жарнама мәтіндерін құрастырып жазып көрейік. Бірінші тақырып су тіршілік көзі. Сусыз өмір жоқ. Адам да, жануар да, өсімдік те су арқылы тіршілік етеді. Суды қадірлейік, өмірді бағалайық. Екінші тақырып жаңбырдың пайдасы. Жаңбыр табиғаттың сыйы, ол жерде нәрлендіреді, өсімдіктерді өсіреді, жаңбыр жауса жер қуанады. Үшінші тақырып бұлақтың пайдасы. Бұлақ табиғаттың таза көзі. Оның суы шипалы, салқын әрі пайдалы. Бұлақ көзін бітемейік, бастауын ашайық. Төртінші тақырып өзен мен көлдің пайдасы. Өзен мен көл табиғат байлығы, балықтар мекені, адамдар демалатын орын. Табиғатты таза ұстайық, суды ластамаңыз. Бесінші тақырып суды қорғау мен үнемдеу. Әр тамшы өмір. Суды босқа ағызба, үнемде. Суды үнемдеу болашаққа қамқорлық деп жазуымызға болады балалар. Алтыншы тапсырма жарнама мәтінін төмендегі көрсеткіштер бойынша өзара бағалаңдар. Балалар жаңа 5-ші тапсырмада су тіршілік көзі, жаңбырдың пайдасы, бұлақтың пайдасы, өзен көлдің пайдасы, суды қорғау мен үнемдеу деп әр тақырыпқа жарнама мәтіндерін құрап жаздық, Сендер де осылай жарнама мәтіндерін құрап, сол жазған жарнамаларыңның түсініктілігі, мазмұндылығы, дәлдігі, тартымдылығы, көркемдігін өзара бағалап кетулеріне болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.